Медитация. Назиля Слямқызы. Медитация сіздің ауыр ойлардан арылуыңызға көмегін тигізеді. Ойыңызды бір мақсатқа жұмылдырады. Мақсатқа тартылар ойды тауып, санамызға сіңіреді. Жақсы ойлар бізді жақсартады, ауруымыздан арылтады. Барлық мәселе біздің қандай ой тартатынымызға байланысты. Өзімізді жігерлендіретін ой ойласақ, аз уақыт болса да сол ойдың жетегінде кетеміз. Біз осы уақытқа дейін қаншама ойлар ойладық. Бірақ кез келген жақсы ойды ойлаған кезде ішіміздегі екінші дауыс ондай болмақ қайда деп бізді тоқтатады да жақсы ойларды тізгіндейді. Жиі бір мақсаттың алдында ой ойласақ, біз соған тартыламыз. Әрбір ой, әрбір сөз біздің болашағымызды жасайды. Біз алдағы өмірімізді суреттеу арқылы біз өмірімізді өзіміз жасаймыз. Бұл өте қарапайым, әрі бір түрлі болып көрінгенімен сананы жақсы өмірге сендірудің бірден бір жолы. Сіз санаңызбен неге дайын болсаңыз, соған тартылып жатқаныңызды байқайсыз. Адамдардың көпшілігі ұзақ уақыт бойы ойланады, бірақ нақты мақсат болмағандықтан ой жүйеленбейді. Өз-өзіңізге осы маған не әкеледі? Мақсатыма жетуіме пайдасын тигізе ме? деп ойланыңызшы. Жауабын тапқан соң, бір жүйемен ойлануға дағдыланыңыз. Медитация жасап көрмеген адамға бұл жаттығу ерсі көрінгенімен, күндер өте келе, жүйкесінің бірте-бірте тынышталып, осы ойдың жақсы ойдың соңынан өзі де еріп кетіп бара жатқанын түсінеді. Білесіз бе? Медитациядағы сөздер сіздің дәл ойыңыздың үстінен дөп түседі. Сіз тура осыны қалағаныңызбен, ішіңіздегі сенімсіздік пен қорқыныш әр кез тежеп отырған. Өз арманыңыз бен ойыңызды тежеуге жол бермеңіз. Сіз бұл ойларды ойлап болғандықтан шегіне жете алмағансыз. Тіпті өз ойыңыздан ондай болмақ қайда деп қорыққансыз. Жоқ, ұялғансыз. Жан-жағыңызға қараңызшы. Әлем қандай шексіз. Аспан не деген түбі терең тұңғиық. Жұлдыздар не деген көп. Күндіз күн қандай көп энергиясын таратады. Дала не деген кең. Мұхит қандай терең. Жол не деген ұзақ. Тау қандай биік. Су қандай мөлдір. Қар не деген әппақ. Жер не деген қап-қара. Жапырақтар қандай көп. Гүлдер қандай керемет. Осылай ойлау сіздің санаңызға шексіздікті орнатады.
Сізге жетпейтін ақша ма? Ақша деген бұл өмірде өте көп. Сіз өзіңізге тартудың құпиясын біле алмай жатырсыз. Көңіл керек дейсіз бе? Жақсы көңіл жанның рахаттануы, шабыттануы. Ішіңізде тығылып жатқан махаббатты шығарыңыз. Төгіңіз жан-жаққа, беріңіз. Сол кезде өзіңіз де көңілге ие боласыз. Сіз өз өміріңізге сөз арқылы, ой арқылы тұқым сеуіп жатырсыз. Тоқтатыңыз, су құйыңыз. Жақсы сөз жан азығы. Жақсы сөз жанды семіртеді. Жақсы сөз жарым ырыс. Егер ойыңыз таза болса, немесе тұқым себетін жер құнарлы болса, аз күнде ақ өскіннің өсіп шыққанын көресіз. Ал егер жер құнарсыз болса, немесе миыңыз небір реніш, өкпе, назды толтырып алсаңыз, ол ойыңыз ертең жүзеге асар аспасы екіталай. Сондықтан ойдың құнарлығы сананың тазаруына, көңілдің кірбіксіз болуына байланысты. Біздің миымыз ең қабілетті компьютер. Оны дұрыс пайдалану, ішіндегі файлдарға үңілу, өміріңізге қолдану тек сіздің өзіңізге байланысты. Тек қана сіз ондай компьютер сіздің миыңызда екеніне сенбейсіз. Біз қашан соған сенген күні кереметтер орын алады. Санаңызды игере алған кезде қиындықтар мен алдыңыздағы кедергілер тез жойылып отыратын болады. Өз-өзіңізді бағаламаған соң, қабілеттеріңізді көре алмаған соң, санаңыздағы жақсы ойлар ренжіп, жабылып қалған. Өз-өзіңізге де, айналаңызға да ренжімеңіз. Сіз тек жақсы ойлар ойлап, жақсы өмір сүруге тиіссіз. Сіз бақытты болуға лайықсыз. Сіздің бақытыңыз өзіңіздің биігіңізде жасырынып жатыр. Оны жарқыратып шығару тек өз қолыңызда.